Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 6-шы бөлімді ары қарай жалғастырамыз. Байқоңыр деген тақырыпқа келіп жеттік. Ары қарай да сабақтарды көріп отыру үшін каналға тіркелуді, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңдар. Бірінші тапсырмада әдеттегідей мәтін берілген. Ол мәтінде Қамбар деген бала туралы айтылады. Ол 2 апта жол жүріп, Айлақ деген қалаға келеді. Ол қалаға келген адамдар неге отбасына, өзінің еліне қайтадан оралмайды, соны білгісі келеді. Сөйтіп бір күн жол жүреді, бірақ ешкімді таппайды. Енді үйіне қайтуға бет алады. Бірақ қайтайын десе жолдан адасып қалады. Ол енді отбасымды көрмеймін, туған жеріме қайтып оралмайын ба деп ойланып отырып ұйықтап қалады. Ертеңінде оянса, бір адамның үйінде жатыр. Сол үйден шықса, сол қалаға келген адамдардың барлығы осындай екен. Ол қуанып, бәрімен амандасып, бәрін сұрай бастайды. Сол кезде бір қарт адам шығады: "Балам-ау, бұл жер әрине әдемі, жақсы. Және бұл жердегі адамдар ешқашан қартаймайды. Бірақ ең жаманы, біз бұл жерден ешқашан кете алмаймыз" дейді. Себебі бұл жерде бір құбыжық бар. Құбыжық болса да өте мейірімді. Бұл жерде ешқандай тірі жан болмағанын біліп, адамдар қоныстансын, осы жерде қартаймасын деп біздің ғаламшарымызға келген екен дейді. Сонда Қамбар: "Онда неге біз осы жерге басқа адамдарды шақырмаймыз?" дейді. Сонда құбыжық келеді: "Жоқ, ешкімді шақыруға болмайды. Мен егер де осы жерде тұрған адамдарды жіберсем, олар кетіп басқа адам шақырып келеді, басқа адамдарды. Сосын бұл жерге олар сыймай кетеді" деп жауап береді. Біраз жыл өткеннен кейін құбыжық: "Енді мен өзімнің ғаламшарыма қайтайын. Бұл жерде барлығы сол баяғы қалпына келеді. Адамдар қайтадан қартаятын болады." Сөйтіп Қамбар адамдарды ертіп өзінің ауылына қайтады. Туыстары соларды көріп, қуанып, үлкен той жасайды дейді. Қазір сол мекенде Байқоңыр ғарыш айлағы орналасқан екен деген сөз бар екен дейді. Енді ол осы мәтінге байланысты бірінші тапсырманың астында құбыжықтың іс-әрекетіне қарап оны сипаттаңдар дейді. Жаңа біз айтып өткендей, құбыжық ол мейірімді, неге? Ол адамдарға ешқандай зиян келтірмейді. Түрі сондай сүйкімсіз болса да, ешкімге зиянын келтірмейді. Ерекше қасиетке ие. Қандай қасиет десеңдер, ол жүрген жердегі адамдар қартаймайды. Адамдарға көмектескенді ұнатады. Сондай тамаша жердің бар екенін білді. Адамдар қартаймасын, осы жерде тұрсын деп, адамдарды сол жерге қоныстандырды. Және ол ақылды, адамдардың мәңгі ол жерде қала алмайтынын білді де, біраз уақыттан кейін өзінің еліне кетіп қалды. Енді бірінші тапсырманың әсінде қарамен берілген сөздерді сөйлем мағынасы өзгермейтіндей басқа сөздермен алмастырып жазыңдар. Айлақ қаласы туралы бір қиял ғажайып әңгіме бар екен дейді. Қиял ғажайып деген сөздің мағынасы адам сенгісіз деген мағынаны береді екен. Екінші, қалаға аяқ басқан адамның барлығы қаладан қайтып оралмайды екен. Аяқ басқан деген сөз барған деген мағынаны білдіреді. Бұл жердегі ең жақсы және ең маңызды нәрсе осында тұратын адамдардың ешқашан қартаймауы. Қартаймау деген сөз жасы үлкеймеу деген мағынаны білдіреді. Құбыжық бұл жерде бұрын тірі жан болмағанын біліп, осында адамдар қоныстансын деп ойлайды. Қоныстану деген өмір сүру деген мағынаны білдіреді екен. Бірінші тапсырманың басында сөйлемдерді оқып, түбір сөздерді тауып жазыңдар. Бұл жерден мен Байқоңыр, Қызылорда облысы, Қармақшы ауданында ғарыш алаңы салу, бұл жердің мекендерден ракета, объектілер деген сөздерді жазып қойдым. Тағы да өздерің қарап көріңдер. Түбір сөздер болса, қосымша жазыңдар. Енді мынау Байқоңыр, Қызылорда деген сөздер, олар күрделі сөзге жатқанмен, бірақ түбір сөз болып есептеледі. Екінші тапсырмада берілген сөздердің ішінен туынды сөздерді тауып, оларды түбір мен қосымшаға ажыратыңдар дейді. Бұл алдыңғы өтілген тақырыпқа байланысты. Бұл сөздердің ішінде жаңалық, ғарышкер, мейірімді, сұлулық деген туынды сөздер бар.
жаңа түбір, лық, жұрнақ. Ғарышкер, ғарыш түбір, кер, жұрнақ. Мейірімді, мейір түбір, жұрнақ, де жұрнақ. Сұлулық, сұлу түбір, лық, жұрнақ. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз күрделі сөздер. Біз өткен сабақта туынды сөздер туралы айтып едік. Түбір сөздер мен туынды сөздер туралы. Енді бүгін күрделі сөздер туралы айтатын боламыз. Сөздер екіге бөлінеді, дара және күрделі сөздер деп. Дара сөздер бір ғана сөзден тұратын, бір ғана түбірден тұратын сөздер. Ал күрделі сөздер кемінде екі, я одан да көп дара сөзден құралатын, барлығы бірігіп бір мағынаны білдіретін, бір сұраққа жауап беретін сөздер. Осы күрделі сөздердің ішінде бүгін біріккен сөздер туралы айтылу керек. Біріккен сөздер дегеніміз екі сөзден құралып, бір сұраққа жауап беретін, бір ұғымды білдіретін сөздер. Біріккен сөздер бірге жазылады. Мысалы, сарыарқа деген сөз, сары және арқа деген екі түбірдің бірігуінен жасалып тұр, және олар бірге жазылады. Сондықтан біріккен сөздер деп аталады. Енді күрделі сөздердің төрт түрі бар. Біріншісі қос сөздер, екінші біріккен сөздер, үшінші қысқарған сөздер, және төртінші тіркескен сөздер. Қос сөздер бала шаға, ата ана, көрші көлем, ағайын туыс деген сияқты дефис арқылы жасалатын, екі сөзден құралатын сөздер. Біріккен сөздер ол жаңа ғана айтып өткендей екі түбірден жасалады, және екеуі бірігеді, бірге жазылады, бір ғана мағынаны білдіреді. Мысалы, Байқоңыр, Ғаламшар, Ғаламтор. Енді қысқарған сөздерге келетін болсақ, қысқарған сөздерде бірнеше сөздердің бірігуінен жасалады, бірақ бұның ерекшелігі сол сөздердің алғашқы әріптері ғана алынады, немесе алғашқы буыны және қалған сөздердің алғашқы әріптері алынады. Сол сияқты, немесе екі сөздің қысқартылып бірге жазылу арқылы деген сияқты көптеген жасалу жолдары бар. Мысалы, ОБТ ұлттық бірыңғай тестілеу. Педколледж ол да қысқарған сөз, педагогикалық колледж деген негізі толық нұсқасы солай болу керек. Бірақ біз педколледж деп айтамыз. қ. Қазақстан Республикасы. Бұл қысқарған сөздерді жиі қолданылатындарын халық анық жатқа біледі. Келесі, тіркескен сөздер. Тіркескен сөздер бұл да екі сөзден жасалады, екі немесе үш сөз, бірнеше сөздің бірігуі арқылы, бірақ олар бірге жазылмайды, бірге жүреді және бірігіп бір ұғымды білдіреді, бір сұраққа жауап береді. Мысалы, ғарыш кемесі, не? Ғарыш кемесі. Ғарыш айлағы, не? Ғарыш айлағы. Темір жол, не? Темір жол. Бөлек алсақ, темір деген сөзбен жол деген сөздің мағынасы бөлек. Ал бірге алған кезде, темір жол деген кезде, мүлдем алдыңғы екеуінің жеке-жеке алатын мағынасынан мүлдем басқа мағынаны білдіріп кетеді екен. Үшінші тапсырмада өздерің білетін күрделі сөздерді еске түсіріп, кестеге орналастырыңдар дейді. Бұл өте оңай тапсырма. Енді біріккен сөздер, қос сөздер мен тіркескен сөздерді жазу керек. Мен өзімнің есіме түскендерін жаздым, сендер толықтырсаңдар болады. Біріккен сөздерге сарыарқа, жеті қарақшы, темір қазық, көкжиек, қонақжай, ешқашан, қолғап, қолғанат сияқты сөздерді жатқызуға болады. Екі сөз бірігіп бірге жазылып тұр. Қос сөздер анау мынау, бала шаға, дос жаран, құрбы құрдас, күні түні, топтамалақ, аты жөні сияқты дефис арқылы жазылатын біз күнделікті пайдаланып жүрген сөздер. Тіркескен сөздерге күн жүйесі, жер шары, күн сәулесі, жер серігі, жігіт сұлтаны сияқты сөздерді жазып қойдым. Өздерің толықтырып алыңдар. Төртінші тапсырмада екі бағандағы сөздерді пайдаланып біріккен сөз жасаңдар дейді. Бүгінгі тақырыпқа байланысты бал және мұздақ деген екі сөздің бірігуінен бал мұздақ шықты деп мына жерде үлгі беріп қойыпты сендерге. Енді ақ, екінші бағанда сақал деген сөз бар. Қоссақ ақсақал, қарт адам деген мағынаны білдіретін сөз шығады. Қол және шатыр.
қолшатыр, бағдар, шам, бағдар шам, әуе, жай, әуежай, дүние, тану, дүние тану, қыл, қобыз, қыл қобыз, бақ, 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 ғалам, шар, ғалам, шар деген біріккен сөздер шығады екен. Тағы да ары қарай іздеп көріңдер, бар болса қосымша жазуға болады. 5-ші тапсырмада түрлі ақпарат көздерін пайдаланып, біріккен сөздерден тұратын атауларды жазыңдар дейді. Алдыңғы тапсырмаға ұқсайды, иә? Адам аттары, өсімдік аттары, қала аттары, тау аттарында кездесетін біріккен сөздерден тұратын атаулар жазу керек. Мен өзімнің ойыма келгендерін жаздым, сендер тағы да толықтыруларыңа болады. Адам аттары Айсәуле, Нұржігіт, Айсұлу, Күнсұлу, Нұрбеке, Ұлболсын, Жанбота деген сөздерді жаздым. Өсімдік аттарына Алабұта, Бақ-бақ. Қала аттарына Әулиеата, Ақтау, Талдықорған деген сөздерді жаздым. Тау аттарына Алатау мен Қаратауды жазып қойдым. Өздерің толықтыруларыңа болады. 6-шы тапсырмада артық сөзді сызып, себебін түсіндіріңдер дейді. Теңіз, мұхит, өзен, жағажай деген сөздердің ішінде жағажай деген сөз артық. Неге? Өйткені ол біріккен сөз, ал қалғанның барлығы дара сөздер, жағажай деген күрделі сөз. Келесі ұшақ, тікұшақ, әуежай, жолсерік. Бұл жерде алдыңғы қатармен салыстырғанда қарама-қарсы келеді оған. Ұшақ деген сөз дара сөзде, ал қалғандарының барлығы күрделі сөздер. Б-сында туған жер, төлқұжат, елтаңба, түпнұсқа дейді. Бұл жерде өздерің аңғарған болсаңдар туған жер деген жауап. Неге? Себебі қалғандары біріккен сөздер, ал бұл тіркескен сөзге жатады. Автобекет, Жангүйер, бағдаршам, құбыжық дейді. Бұл жерде құбыжық деген сөз, себебі ол дара сөз, қалғандарының барлығы күрделі, оның ішінде біріккен сөзге жатады. Биыл, итаяқ, аққұтан, өнеркәсіп, жалақы дейді. Бұл жерде сендер бірден аңғармауларың мүмкін. Біріккен сөздердің ішінде кіріккен сөздер деген болады. Ол қандай сөздер? Екі сөз бірігеді, бірақ бастапқы қалпын сақтамайды. Биыл деген сөз, бұл және жыл деген сөздің екі сөздің бірігу арқылы жасалып тұр. Бірақ уақыт өту нәтижесінде ол сөздер өзгеріске түсіп, биыл деген қалыпта қолданылып жүр қазір. Соған ұқсайтын бүгін деген сөз бар. Бұл және күн деген екі сөздің бірігуінен шыққан, бірақ олар бір-бірімен уақыт өту нәтижесінде кіргіп кетеді, бір-біріне бүгін деген қалпында қазір қолданылады. Демек, мына жерде биыл деген сөз артық, ал қалғандарының барлығы біріккен сөздер, бұл биыл деген сөз ғана кіріккен сөз. Ғысында бау-бақша, саябақ, бақша-сарай, бала-бақша дейді. Бұл жерде бау-бақша деген сөз қос сөзге жатады екен, ал қалғандарының барлығы біріккен сөздерге жатады. 7-ші тапсырмада 30-шы аудионы тыңдаңдар дейді. 30-шы аудиода Ғажайып планета деген шығармадан үзінді беріледі. Ол жерде бір оқиға баяндалады. Байқоңыр 12 деген кеменің, ғарыш кемесінің ішінде бір биолог өзі кеше басынан өткен ғажайып оқиғаны есіне түсіріп отырады. Сол оқиғаны баяндайды. Байқоңыр 12 орталық ғарыш станциясына келе жатады. Сол кезде сол ғарыш кемесінің ішінде апат тетігі дабыл соғады. Қатты дабыл соғады. Оны ең алдымен кибер естиді. Кибер деген ол жасанды адам. Робот, демек. Ол механик Оспановты жұлқылап оятады. Одан кейін лезде экипаж мүшелері, сол кеменің ішіндегі адамдар, экипаж дегеніміз, солардың барлығы бірден оянады. Сөйтіп, электрондық миды іске қосады. Демек, мені компьютерді іске қосады. Электронды ми не үшін, қандай апат болып жатқанын айтып береді бұларға. Жанар отын секциясында апат болып жатыр екен. Сол электронды ми ғарыш картасын ашып береді. Байқоңырдың жүріп келе жатқан жолы сол ғарыш картасынан көрінеді. Оразов деген тағы бір кейіпкер бар. Ол ең жақын сол Байқоңыр 12
ғарыш кемесі келе жатқан жердегі ең жақын қос жұлдыз шоғырына қарай бет алуды ұсынады. Сол қос жұлдыз шоғырының ортасында сарғыш ғаламшар бар екен. Оған Кибер қатты қуанады. Кибер деген ол жасанды адам еді ғанағы. Неге қуанды? Себебі ол жаңа ғаламшарды көретін болдық деп қатты қуанады дейді. Осындай ғана үзінді. Енді 7-ші тапсырманың асын орындайтын болсақ, дұрыс жауапты таңдаңдар. Бұл жерде ғарыш кемесі бірден біліп қойған шығарсыңдар, байқоңыр деп аталады, ал Кибер деген ол жасанды адам еді. Экипаждың 5-ші мүшесі жасанды адам болатын. Жаңа мен айтқан жоқпын. Экипаждың ішінде 4 адам болды, оған қосымша жасанды адам ол Кибер болды. 3-ші ғарыш кемесінде кенет апат аппаратының кернейі дабыл қақты. 4-шіде екипаж мүшелері әлем картасына үңілді. Картаны ашып қойған кезде барлығы соған қарайды, қайда баруға болады деп. Себебі апат болып жатқан кезде олар бір жерге барып тезірек қоныстану керек болады. Әйтпесе ғарыш кемесінің жарылып кету қаупі туындайды. Командир ғарыш кемесіне ең жақын деген сарғыш ғаламшарға бұруға бұйрық берді. Олар жерге жетуге үлгермейтін еді. Сондықтан сарғыш ғаламшарға барамыз деп шешеді. 7-ші тапсырманың тапсырмасына келетін болсақ, мәтінді қайта тыңдап, екі бағандағы сөздерді сәйкестендіріңдер дейді. Жасанды адам, электрондық ми, ғажайып оқиға, тартылыс заңы және жаңа ғаламшар деген сөздерді, сөз тіркестерін алуға болады. 8-ші тапсырмада берілген қанатты сөздерді топ болып талқылаңдар, ішінен күрделі сөздерді тауып, жасалу жолдарын көрсетіңдер дейді. Фантазия өмірдің гүлді, көрікті болуының түпкі діңгегі. Ол ақылды кеңейтеді. Фантазиясыз жаңадан бір нәрсені ойлап табу мүмкін емес. Мағжан Жұмабаевтың сөзі екен. Бұл қанатты сөз жаңа біз айтып өткен тыңдалым тапсырмасындағы ғажайып планета туралы үзіндіге байланысты берілді деп ойлаймын. Себебі бұл жаңағы жасанды адамның бәрінен бұрын оянып, оның барып адамдарды оятуы, және адамдардың жасанды миды іске қосып, ол қандай апаттың болып жатқанын бірден айтып, оны ғарыш картасын ашуы, соның барлығын адамның фантазиясынан туындаған нәрсе. Алдымен бір нәрсе адамның фантазиясында пайда болады. Кейін барып қана адамдар соны дайын өнімге айналдыру мүмкін. Біздің ұшағымыз, біздің үйдегі қолданып жүрген тұрмыстық техниканың барлығы біздің өмірімізді жеңілдетіп жатыр ғой. Соның барлығы алдымен адамның фантазиясында пайда болды. Адамдар алғашқы ертегілерде мысалы не деп айтты? Олар анау мыстан кемпірді сыпырғыштың үстіне мініп алып ұшып жүреді деді, немесе ұшып жүретін кілем болады деп армандады. Сонда олар білген жоқ болашақта ұшақ деген нәрсенің пайда болатынын. Соған қарап бір адамның, сол адамдардың фантазиясынан пайда болған осындай заттар бізде жаңа өнімдердің пайда болуына, біздің өзіміздің өмірімізді жеңілдетуімізге көп көмегін тигізіп жатыр. Дүниені қиял ойдың күші шыр көбелек айналдырады. Істеген амалдарының барлығы ең алдымен қиял ойдан бастау алады. Бұл да сол, қиял ой деп отырғанымыз сол фантазиям. Енді бұл жерден мен ойлап табу, қиял ойдың шыр көбелек айналдырады және қиял ойдан деген күрделі сөздерді тауып белгілеп қойдым. Ойлап табу деген екеуі бірге бір ұғымды білдіреді. Жасау деген, күрделі сөздің ішінде тіркескен сөз. Қиял ойдың және қиял ойдан деген екеуі бір сөзге, тек жалғаулары ғана басқаша, олар қос сөзге жатады. Шыр көбелек айналдырады дегенде тіркескен сөз, оның ішінде тұрақты сөз тіркесіне жатады. Шыр көбелек айналдыру деген дөңгелетіп алып кету деген сияқты мағынаны білдіреді. Тағы да өздеріңіз деп көріңдер.
тауып алсаңдар белгілеуге болады. Енді ең соңғы тапсырма, 9-шы тапсырма. Кім тапқыр? Сөз жұмбақты шешіп, жасырын сөзді табыңдар. Екі сөздің бірігуінен жасалатын күрделі сөз, оның өзінің аты айтып тұр, біріккен сөз. Келесі сөз бен сөзді байланыстыратын қосымша, ол жалғау. Өткен сабақтарда айттық. Жалғау тек сөз бен сөзді байланыстырып қана қояды, қосымшаның сондай бір түрі. Қосымшаның екі түрі бар еді, жалғау және жұрнақ деген. Келесі, ойыншықтың сөзінің негізгі түбірі ойын деген сөз, ең алғашқы, ең бірінші түбірі. Жаңа сөз тудырушы қосымша, бұл жұрнақ. Жаңа айтып отырғандай қосымшаның екі түрі бар. Ол жұрнақ және жалғау. Келесі, еңбекқордың сөзіндегі буын үндестігіне бағынбай тұрған жұрнақ. Бұл бірінші 90-да өтіп кеткен тақырыптарына байланысты. Еңбек деген ол жіңішке буынды сөз еді. Оған қор деген жұрнақ жалғанып тұр. Біз үндестік заңына сәйкестендіретін болсақ, бұл жерде буын үндестігіне бағынбай тұр, Неге? Себебі қор деген ол жуан буынды қосымша. Демек, буын үндестігіне бағынбай тұрған жұрнақ, бұл қор деген сөз. Қаңтарда сөзінің түбірі. Қаңтар, да деген жалғау. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалатын сөздерді біз туынды сөздер деп айтамыз. Өткен тақырыптан кемінде екі сөзден құралып, бір сұраққа жауап беретін сөздер. Бұлар бүгінгі тақырыпқа байланысты күрделі сөздер. Балалар, сендерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сұрақтарың болса, комментарийге жазуға болады. Сонымен қатар каналға жазылуды, видеоға лайк басуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.